Шанхайда орындаған кезде біз деген концерт бітті, жағы киініп, жағы концерттің жағы служебный входтан шығып бара жатсақ, бір 50-60 шамасында бір 20-30 әйел еркек адамдар жиналып тұр мен. Сөйтсек, бұл ән ескіден келе жатқан Тибет ән екен. Бұны орындаушысы орындап, танымал болғаннан кейін Буддаға кіріп ән айтуды қойып кеткен, бұл әнді ешкім айтпай қойған. Содан Монғолиядан келген Қытайдың қызы Хан Кунг сол айтқан. Содан кейін ол бірден танымал болды. Енді 1,5 миллиард халықтың білмейтіні жоқ екен бұл әнді. Оны білгенім содан үйреніп айттым мен. Оны түсінгенім бір тігіншіме, осы Алматы қаласындағы тігіншіме келіп тұрғам, көлігімді қоя алмай тұрмын, бірақ ана ән менде қойылып тұр ғой. Сөйтсем, аулада бір 2-3 бала, қазақ балалар ойнап жүр. Сөйтсе, ана осы, әй, тыңдашы, ана Хан Кунг айтып жатыр ғой, Хан Кунг дейді, бұл қайдан? Сен тоқтатып алып, сендер қайдан? Қазақсыңдар, я қайдан келдіңіз? Қытайдан келдік дейді. Сөйтсек, сол Үрімшіде тұрамыз, сол кішкене 4-5 жасар балалар сол әнді біледі. Сол білмейтін, сол елде тұратын қазақ болсын, мейлі ұйғыр болсын, білмейтін жоқ екен де бұл әнді. Көбінесе әндерді мен ары кетсем, бір 2-3 күн дайындалып, тыңдап, сөзін естіп отырып, жазып алып, түсіп айтатын. Бұл әнде ондай болған жоқ, бір 2 апта тыңдаған шығармын әнді. Өйткені олардың әріптерінің айтылуы, мысалы, кішкене басқа дыбыстар жіберсең, басқа әріп болып кетеді, мысалы, соны үйрендім. Мысалы, ш деуге болмайды. Осы ш деп шығару керек та, соны қанша сағат отырдым ғой, қайта, сол бір әріпті туралай алмай.